Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Сіздермен футбол әлеміндегі соңғы жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз сіздерді жаңа видеолармен қуантуды тоқтатпаймыз. Көп созбайық, біз бастаймыз. Бавариядан кеткісі келіп жүрген Левандовски мен Барсаның арасында келіссөздер жүруде. Бірақ Баварияның қырсықтығының кесірінен екі тарап әлі келісімге келе алмай отыр. Мюнхендіктер өз жұлдызын ешқайда жібергілері келмейді. Бірақ ойыншыны өз қалауынсыз командада алып қалу дұрыс емес екендігін түсініп отыр. Бір жағынан Леваның агенті Пини Захави Бавария басшылығына қысым көрсетуде. Тіпті Баварияның кейбір ойыншылар клуб басшылығына Левандовскиді өз еркімен жіберуді сұраған көрінеді. Пини Захавидің айтуынша, егер Лева Баварияда қалса, жаттығуларға қатыспай келесі маусымда гол салмайтын болады. Баварияға амал жоқ, Леваны сатуларына тура келеді. Ойыншының Барсаға келетіні енді анық. Бірақ Барсаның қанша ақша төлейтіндігі әлі белгісіз. Ал Бавария болса Леваның орнына басқа ойыншы тауып үлгерді. Олар Эвертон шабуылшысы Ришарлисонға қызығып отыр. Ришарлисон осы маусымда Эвертон сапында 29 матч өткізіп, 9 гол және 5 нәтижелік паспен көзге түскен екен. Ришарлисонды алғылары келсе, Бавария Эвертонға кем дегенде 50 миллион евро төлеулері керек. Ал гол басылымының хабарлауынша, Челси Левандовски үшін таласқа қосылды. Лондондықтардың басты қарсыласы Барселона. Челсиге соңғы ойындардан кейін мүмкіндіктерді голға айналдыра алатын ойыншы керек екендігі көрінді. Және Левандовски дәл сондай ойыншы. Лукакудың Челсидегі болашағы бұлыңғыр. Ол осы маусымда өзінің керемет ойынын толықтай көрсете алмады. Барсаға қарағанда Левандовски Челсиге көбірек қажет. Левандовски жас емес, бірақ оның орнына жақсы ойыншы тапқанша 1-2 жыл керемет ойын көрсете алады. Аякстың үздік ойыншыларының бірі Антони жазда АПЛ-ге ауысуға жақын. Бразилиялыққа манкуниандықтар қызығушылық танытып отыр. Манчестерліктер жаңа ойыншыны адам зорлау күдігімен қамауға алынған Мейсон Гринвудтың орнына алғылары келеді. Антонидің Аякспен әлі 3 жылдық келісім шарты бар, және оның трансферлік құны 35 миллион евроны құрап отыр. Осы маусымда ойыншы Аякс үшін 11 гол соғып 8 нәтижелік пас берді. Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хагтың өтінішімен Фрэнки де Йонгты сатып алу жөнінде Барсаға ресми ұсыныс тастаған көрінеді. Манкуниандықтар де Йонгты 65-70 миллион евроға сатып алуға дайын. Бірақ Барселона қырсығып 80-85 миллион евро сұрап отыр. Манчестердің қаржылық қиындықтарына қарап, бұл трансфер орын алады, не орын алмайды деп айту өте қиын. Де Йонг Чемпиондар лигасында ойнағысы келеді. Сол себепті Барсадан кеткісі келмей жүр. Оның клубта қалғанын бас жаттықтырушы Хавиде қалайды. Бірақ Барсаға ақша табу керек. Сол себепті каталондықтар өз ойыншыларын сатуларына мәжбүр. Осыдан кейін Мемфис Депай да өзінің болашағы жайлы ойлана бастаған секілді. Ол өзінің мансабын жалғастыратын команда іздеуде. Депайдың Барсамен келісімшарты 2023 жылдың жазына дейін жарамды. Депайға Ювентус, Рома және Тоттенхэм қызығып отыр. Барселона Ювентуске Депай мен Деликті алмастыру жөнінде ұсыныс жіберген. Бірақ бұдан түк шықпады. Дайро Ас басылымының хабарлауынша, Месси 2023 жылдың жазында Интер Майами командасына ауысады. Дереккөздің хабарлауынша, Месси Майами клубының 35% акциясын сатып алуды ойластырып отыр. Өткен жылы ПСЖ басшылығы Криштиану Роналдуды сатып алу ойлары жоқ екендігін айтқан болатын. Бірақ қазір ПСЖ өкілдері Роналдудың агентімен келіссөздер жүргізіп жатыр. Манкуниандықтар келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнамайды. Ал Роналду өз сұхбаттарында тағы да бірнеше рет Чемпиондар лигасын жеңіп алғысы келетіндігін айтқан болатын. Роналду Еуропа лигасында ойнағысы келмейді және Манчестер Юнайтедтен кетуге дайын. Трансфердің құны 30 миллион евроны құрауы мүмкін. Ал егер манкуниандықтар португалдықты бұндай сомаға жібергісі келмесе, Роналду клубпен келісім шартын бұзып, еркін агент ретінде кете алады. Марка басылымының хабарлауынша, Мбаппе Реалмен келісімге келді. Және ол бұл шешімді 27 мамырға дейін хабарлайды. Оған дейін Реалда ПСЖ-да ешқандай ақпарат таратпайтын болады. Журналист Никола Шера Мбаппенің келісімшарты жайлы ақпаратымен бөлісті. Журналистің айтуынша, Мбаппе 40 миллион евро келісімшартқа отырғаны үшін бонус ретінде, және жыл сайын 30 миллион евро мен 10 миллион евро бонус алып отыратын болады. Мбаппенің Реалмен келісімшарты 2027 жылға дейін жарамды болмақ. Британдық бақтың хабарлауынша, Ливерпуль соңғы сәтте Мбаппемен келісімге келуге тырысқан көрінеді.
Бұл ақпарат Ливерпуль жанкүйерлерін шулатқан соң Юрген Клопптың өзіне жауап беруге тура келді. Иә, біз Килиан Мбаппеге қызығып отырмыз. Біз соқыр емеспіз. Оның қаншалықты жақсы ойнайтынын білеміз. Бірақ біз Мбаппе үшін таласа алмаймыз. Ол басқа клубтармен келіссөздер жүргізіп жатқан көрінеді. Әрине, бұл дұрыс. Ол өте жақсы ойыншы, деді Клопп гол басылымына берген сұхбатында. Алғылары келеді, бірақ ала алмайды. Бәрі түсінікті. Ливерпуль әлі келісімшартын ұзартпаған Мане мен Салахтың орнына ойыншы іздеуде. Мане мен Салах клубтан кетпеуі мүмкін. Бірақ олар кеткен күннің өзінде Ливерпуль Реалға Мбаппе үшін бәсекелес бола алмайды. Кристиан Эриксен осы жазда Брентфорд сапынан кетеді. Бұны ол өзі хабарлады. Ойыншы Чемпиондар лигасында ойнағысы келеді. Сол себепті оның АПЛ клубтарына ауысуы екіталай. Ойыншыға ұсыныс тастаған клубтар бар, бірақ олар кім екендігі әлі белгісіз. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Бүгінгі жаңалықтар жайлы өз пікіріңіз болса, комментке жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.